Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ағзаға өте пайдалы асқабақ шырынын термомикстен дайындаймын. Видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Видеода көрсетілгендей апельсин, лимон асқабақтың сыртын ашып, бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Чашаға апельсин мен лимонды салып, 10 секунд скотчты араластырамыз. Дайын болған апельсин мен лимон шырынын ситудан өткізіп, басқа ыдысқа құямыз. Енді чашаға асқабақ салып, үстіне су құйып, 30 минут 100 градус бір сквозь реверсте қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін 30 секунд сквозьқа қойып, асқабақты езіп аламыз. Енді үстіне дайындап алған шырынды және қант, лимон қышқылы қайнаған ыстық суды құйып, 10 минут 100 градус бір сквозьта қайнатамыз. Егер тасып кететіндей болса, онда крышкасын ашып қоюға болады. Шырын дайын болғаннан кейін бетіндегі көбіктерді алып тастаймыз. Осы рецептпен асқабақ шырынын жасап көріңіздер, өте дәмді әрі дәмі абрикос шырынына ұқсайды.